Сәлем достар, бүгінгі мәтініміздің тақырыбы an expensive dinner, яғни өте қымбат кешкі ас. The gentleman sent home to his wife a very clever parrot for a birthday present. Bir кісі келіншегінің туған күніне үйіне өте ақылды, тотықсты курьермен жібереді. On the same day, his wife sent to a shop, ordered a chicken, and told the cook, there is a bird coming for night's dinner. Cook it. Дәл сол күні келіншегі дүкенге барып, тауықты алып, заказ беріп, үйіндегі аспазшысына бүгін үйге кешкі асқа құс келеді, соны дайындай ғой дейді. The parrot arrived first and was cooked. Бірінші курьер жаңағы тотық ұстап келеді, яғни тауықтан бірінші тотық келеді, және аспазшысы сол құсты пісіреді. Then the husband came for dinner. Кейінірек күйеуі кешкі асқа келеді. What this? He asked, and the bird was served. Дастарханға келген кезде құсты көріп, бұл не? деп сұрайды. His wife explained the cook's mistake. Келіншегі аспазшысының қателігін түсіндіріп береді. This is awful, said gentleman. Why the bird could speak 5 languages. Сұмдық-ай, дейді жаңағы кісі. Қалайша? Бұл құс деген 5 тілде сөйлеуші еді ғой, дейді. Then why didn't it say something? Asked his wife. Онда ол неге бірдеңе айтпады екен? деп келіншегі сұрайды. Яғни қандайды бір жағдайда айту керек затты айту керек. Айтылмай құр бекер ұят болады, жұрт не дейді, сұмдық болып қалады деген ойда жүре берсеңіздер, өмірде ештеңе өзгермейді. Тіпті мына 5 тілді білетін тотығыстың өзі үндемегеннің кесірінен өмірін аман алып қала алмады. Құр бекер кешкі астың мәзіріне айналып кетті. Сол үшін, құрметті достар, уақытылы сөйлеуді үйренейік. Бәрін жинап, бір жарылмай. Сау болыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар.